Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Қытырлақ, атылмайтын маринадталған дәмді қиярды тұздап жабатын боламыз. Суы осындай мөлдір және қияр қытырлаған боп шығады. Аяғына дейін менімен болыңыздар. Ал онда бастайық. Алдымен қиярларды дұрыстап, ысқылап жуып аламыз. Қиярдың міндетті түрде ұсақтау, бақшада өсірілген түрінен сатып алыңыздар. Қиярлардың екі жағын кесіп тастаймыз. Содан кейін мұздай суға жуып, бір түнге сол суға қойып қоямыз. Уақыт өте барлығын алдын ала жуып дайындап алдым. Қызыл бұрышты 4-5 тілімге бөлдім. Ас көкті жуып кептірдім. Сарымсақты аршып дайындап қойдым. Енді банкілерді стерилдеп булаймыз. Қақпақтарды бөлек ыдысқа 5 минуттай қайнатып аламыз. 1 литрлік банкіге жинай бастайық. Алдымен түбіне жуылған лавр жапырағының 2-3 талын, 10 шақты қара бұрыш бұршағын, сарымсақтан 2-3-еуін және суы мөлдір болу үшін ас көктің түр-түрінен саламыз. Енді қиярларымызды сала бастайық. Арасына 2-3 тілім қызыл бұрыштан сала кетеміз. Соңында қияр банкіге сыймай жатса, ортасынан бөліп жібереміз. Жаңадан қайнап тұрған ыстық судан үстінен құямыз. Қақпақтарын жаба тұрып, жарты сағаттай тұндырып қоямыз. Кейін суын ағызып тастаймыз. Сол кезде бүкіл бойындағы зияндылар ағып кетеді. Енді ең маңызды сәтіне келдік. 1 литрлік банкіге 1 ас қасық толмаған тұз саламыз және жарты қасық қант саламыз. Егер 2 литрлік болса, 2 ас қасық тұз және 1 ас қасық қант болады. Соны ұмытпаңыздар. Енді жаңадан қайнап тұрған ыстық суды толтырып, үстінен толғанша тағы құямыз. 1 литрлік банкіге 1 аспирин қосамыз, 2 литрлік банкіге 2 аспирин. Соны ұмытпаңыздар, және де 70% сірке суынан жарты шай қасық қосамыз. Енді қақпағын жауып, орысша закрывашка дейді, сондай арнайы құралмен қақпағын бұрап жабамыз. Аунатып, әсіресе аспириннің, тұз бен қанттың еріп кеткеніне көздеріңізді жеткізіңіздер. Содан кейін банкілерді бір жерге төңкеріп, үстін жылы көрпемен жауып, 2 тәулікке қойып қоямыз. Кейін банка сақтайтын орынға апарып дұрыстап қоямыз. Осы мен айтқан жолдарын дұрыс сақтасаңыздар, бұйырса қыс мезгілінде тұздалған керемет дәмді қиярларды маған ризашылықтарыңызды білдіріп, қытырлатып жеп отырасыздар. Маған сенім артып аяғына дейін назарлағандарыңыз үшін рахмет. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өйткені мен күн ара жаңа рецепттермен сіздермен бөлісемін. Астарыңыз дәмді болсын.